Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Доллардың теңгеге шыққандағы бағамы өсті. Бұл туралы Қазақстан қоры биржасы кассе мәлімет етті. Доллар бағамы тағы көтерілді деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Күндізгі сауданың нәтижесі доллардың орташа салмасы бағамы 1,154 теңгеге көтеріліп, 473,154 теңгені құрайды. Айта кетейік, ұлттық банктің 7 желтоқсандағы 1 долларға ресми бағамы 472,133 теңгені құрады. Курс.кз хабарлайды. Дәл қазір Астананың ақша айырбастау орталықтарындағы америкалық валюта орта есеппен 472,145 теңгеден сатылып алды. 475,174 теңгеде сатылуда. Алматының ақша айырбастау орындарында доллар ақшасы сатып алу 474,133 теңге, салу 478,106 теңгені құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.